Мәжіліс мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында көрнекі ақпарат мәселелері бойынша заң жобасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсынысты екінші оқылымда мақұлдады. Бұл қазақ тілінің мәртебесін көтеруге қаншалықты көмектеседі деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді төменде қалдырып, видеоға лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Армағайын, сіздермен бірге Қалия Әубәкіров, Қара Жәшік YouTube арнасы. Мәжіліс депутаты әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Берік Әбдіғалиұлы парламент мінберінде осы заң жобасы жөнінде сөз сөйлеген болатын. Заң жобасының мақсаты өздеріңізге мәлім, сыртқы жарнамалар мен әртүрлі маңдайшалардағы басқа да реквизиттер мен көрнекі ақпараттардың мемлекеттік тілде дұрыс жазылуы және мәтіндердің түп нұсқалы аудармасы бойынша қосымша талаптарды белгілеу болатын. Бүгінгі күні мемлекеттік тілдің мәселесі бәрімізді алаңдатады. Заң жобасымен жұмыс істеу барысында депутаттар келесідей өзгерістерді енгізуді жөн көрді. Әкімшілік аумақтық бірліктердің елді мекендердің құрамдас бөліктерінің сондай-ақ басқа да физикалық географиялық объектілердің дәстүрлі тарихи қалыптасқан қазақ атауларын мемлекеттік тілде жазуға. Мемлекеттік емес ұйымдардың банкілер мен маңдайшаларын мемлекеттік тілде, қажет болған кезде орыс және басқа тілдерде жазуға бағытталған түзетулер енгізді. Бұл ретте, егер мемлекеттік емес ұйымдардың маңдайшаларында Қазақстан Республикасында қорғалатын тауар белгілері пайдаланған жағдайда, олар өзгермейтін түрде жазылады. Егер Қазақстан Республикасы ратификацияланған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, жол белгілеріндегі жазбаны мемлекеттік тілде жазуға. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, хабарландыруды, жарнаманы, пресс-куранттарды, баға көрсеткіштерін, ас мәзірін, нұсқағыштар және басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде, қажет болған кезде орыс немесе басқа тілдерде орналастыруға. Көрнекі ақпарат мәтіндерін орналастыру мәселелері жөніндегі заңнамалық актілердің нормаларын Қазақстан Республикасындағы тіл туралы Қазақстан Республикасы заңның талаптарына сәйкес келтіруге бағытталған түзетулер енгізді. Айта кету керек, тіл туралы заңның 21-ші бабында бұл тармақ бұрында болған. Ал депутаттар өзгерту енгіздік, тілдің мәртебесін көтердік деп жақынға жар салып мақтанып отыр. Ал қажет болса, өзге тілге аударуға да болады дейді. Сонда заңның өзгергені қалай? Естеріңізге салу үшін қазір қолданыстағы тіл туралы заңның 21-ші бабының мәтінін келтіре кетіп, өзгергенін не өзгермегенін өздеріңіз түсіну үшін ұсынамын. Мемлекеттік органдардың мөрлері мен мөр таңбаларының мәтінінде олардың атаулары мемлекеттік тілде жазылады. Меншік нысанына қарамастан, ұйымдардың мөрлерінің, мөр таңбаларының мәтіні мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылады. Бланкілер, маңдайшалар, хабарландырулар, жарнамалар, пресс-куранттар, баға көрсеткіштері, басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде және орыс тілінде, ал қажет болған жағдайда басқа да тілдерде жазылады. Қазақстанда өндірілетін тауарлардың арнайы мәліметтер көрсетілген тауарлық жапсырмаларда, таңбаларда, нұсқаулықтарда мемлекеттік тілде және орыс тілінде қажетті ақпарат болуға тиіс. Шетелде өндірілген тауарлардың арнайы мәліметтер көрсетілген тауарлық жапсырмалары, таңбаламалары, нұсқаулықтары импорттаушы ұйымдардың қаражаты есебінен мемлекеттік тілде және орыс тілдегі аудармасымен қамтамасыз етіледі. Көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мынандай ретпен: мемлекеттік тілде сол жағына немесе жоғары жағына, орыс тілінде оң жағына немесе төменгі жағында орналасады. Бірдей өлшемдегі әріптермен жазылады. Қажеттігіне қарай көрнекі ақпараттың мәтіндері қосымша басқа да тілдерге аударылуы мүмкін. Бұл жағдайда қаріп өлшемі нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптардан аспауға тиіс. Ауызша ақпарат, хабарландыру, жарнама мемлекеттік тілде және орыс және басқа да болған жағдайда басқа да тілдерде беріледі. Сөзсіз, еліміздегі кейбір сыртқы жарнамада қазақша жазылған ақпарат көз шошытады.
ақылға қонбайды. Орфографиялықтан бөлек стилистикалық және басқа көптеген қателіктерден көз сүрінеді. Оның негізгі себебі бизнес өкілдері жарнамадағы мәтінді орыс тілінен қазақ тіліне аударған кезде мағыналық тұрғыда емес, сөзбе-сөз аударып отырады. Шағын және орта бизнесті айтпай-ақ, кейбір мемлекеттік органдардың өзі өрескел қателерді жібереді. Сонда бұл заң, мен ойымша, кезекті рет көз бояушылық. Меніңше, осы сыртқы жарнама болсын, жалпы көрнекі ақпарат тек таза қазақ тілінде болғанда ғана тілдің мәртебесі бір шама көтеріліп, пайдалану аясы кеңейеді. Тілді білмейтіндер амал жоқтан мәжбүрлі түрде қазақ тілінің кейбір сөздерін болса да үйренер еді. Ал қолданыстағы және өзгерген деп айтып жүрген депутаттардың заңдарын салыстырсақ, аса бір айырмашылық жоқ екенін көзіңіз жеткен шығар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.